Нұрберген қайтып оралады деп Гүлмаржан ойлаған емес. Себебі екеуінің жолы екі айырылды ғой. Дұрысы, ол туралы енді ойлағысы келген жоқ болатын. Шындығында, сол қайғысы қалыңдап, уайымы молайған кездің өзінде бұдан былай мүлде ұмытуым керек оны деп шешкен. Өйткені мұны жапан түзде жалғыз қалдырып кеткен сол Нұрберген табанының бірі жоқ жан болып шықты. Себебі ол ата-анасының сөздерін жерге тастай алмай, Гүлмаржанды басқа қызға айырбастап кетті. Ол бұған Нұрберген жоқ, берген болды. Алайда ұмыту керек деген нәрсе ұмыта қою емес екен. Тіпті бұл Гүлмаржанның өзіне мүлде бағынбайтын, мұнымен тіпті санаспайтын дүние болып шықты. Асау толқын жағаға лақтырып тастаған жалғыз балықтай, әуелде ауа жетпей, тұншығып тыпырлаған кездері аз болған жоқ. Дені сапсау адам өстіп жанын қоярға жер таппайды екен дегенді бұрын біреу айтса, сене қоймас еді. Және аяқ астынан бір демде дүлей дауыл көтеріп әкеткендей бар ойының тас-талқаны шыққанын, көкірегінің ел көшкен жұрттай қаңырап бос қалғанын айтсаңшы. Жалпы, махаббат дегеннің бір аты өкініш екен ғой. Тіпті өкініш болғанда да удай ашы өкініш екен. Неге көрдім, неге сендім, неге сүйдім? Әйтеуір, содан бері Гүлмаржанның ішкі дүниесі осындай күйдерге, жауабы жоқ сұрақтарға толған. Енді сол Нұрбергеннің бұл араға, мұны жатақханасына не деп іздеп келетін жөні бар. Бәрі бітпеп пе еді? Әлдеқашан. Ол үшін Гүлмаржан деген адам енді жоқ бұл дүниеде. Гүлмаржан жоғалған. Дәл қазір бөлмесінің алдына келіп мұнымен жолығысып, бір ауыз болса да сөйлесіп қалуды өтініп, жалбарынып тұрғаны несі? Гүлмаржанның қасында қазір Омар бар, Омар. Шыны керек, Омарды Гүлмаржан жете білмейтіндей еді. Онымен танысуында Нұрбергенге іштей ерегесуі де жоқ еместі. Сен өйтсең, мен бүйтемін дегендей, өш алу тәрізді бас аяғы жоқ бір түсініксіз, бұрын Гүлмаржан басынан кешпеген беймағлұм қырсық, қыңырлық та бар болатын. Ал қырсық дегеннің зор қасиеті де сонда шығар, мұның ақырының неге соғатынына мән бергізбейді емес пе? Омар университеттің физика факультетінде оқиды деп Гүлмаржан сырттай курстас қыздардан естіген. Бұрын оны тіпті назарына ілмеген екен. Негізі оны көбінше кітапханадағы оқу залында көретін. Ол әйгілі кітап кеміргіштердің бірі болатын. Қашан болса да айналасындағылармен есі жоқ, өзіне түсінікті жазу сызумен отыратын. Қыздарға қыры жоқ сияқты болып та көрінетін. Ұзын бойлы, қоңырқай қазақи өңді. Рас, гимнастарға тән сымбатты денесін тік ұстап, жеңіл қозғалатын. Әскер қатарында азаматтық борышын өтеп келгені, осынау ширақтығынан да сезілетін. Ауған соғысында болып, атыстар мен жарылыстардан теперіш көрген жергілікті тұрғындарға, балалар мен әйелдерге ол үлкен көмек жасаған деген мәліметтер, қатарластарынан оны оқ бойы озық көрсететін. Несі бар, кейбіреу аз ғұмырында да осындай көп изгі нәрсе жасап үлгереді. Бірақ осылар үшін ғашық болайыншы деп ғашық бола салу қолдан келмейді ғой. Және де сүю үшін нақты қандай факторлар керек екенін, немесе қандай мінез қасиеттер жалындап тұруы керек екенін дөп басып ешкімде айта алмаса керек. Қалай дегенде де, Омардың бүкіл болмысынан бір өзгеше тұрақтылық, ішкі сенімділік, адалдық байқалатын. Рас, ауған соғысынан ондаған, тіпті жүздеген солдаттар оңбай жараланып, аяғынан не қолынан айырылып, тіпті бастарынан да соққы алып, контузияға, басқа да сырқатқа ұшырап қайтқандар болды. Әйтсе де, Омар Құдай сақтап, бір рет едәуір жараланғаны болмаса, елге дін аман оралды. Қазір оның жүрегінде жер бетінде соғыс деген пәлекеттің аты мүлдем өшсе ғой деген бір ғана арман тілек бар. Ал өзінің жеке тіршілігінде жан дегенде жалғыз анасы бар. Ол әрдайым Омардың қолдаушысы, ақылшысы. Әкесі болса, оны айтпай-ақ қойсыншы. Сері жігіт еді. Бір сұлуды тауып, соның соңынан кетті. Әйелінде, баласында тастай салды. Махаббат деген сондайда болатын шығар деп, аналы балалы екеуі оғанда көнді. Кешірді. Әйтеуір, осы жолғысы шын болғай деп, әсіресе Омар, сол жаңа отбасының тілеуінде тілейді тіпті. Оның үстіне қазір, еркек, пайғамбарымыз тәрізді, 4 әйел ала алады дегенді желеу етіп алғандар көбейе бастады емес пе? Ата-баба салтында ондай мысал бұрыннан-ақ бар. Әйтеуір, бәйбіше тоқал мәселесін біз ойлап тапқан жоқпыз дегенді көлденеңдететіндер де жеткілікті. Салт пен дәстүрдің тереңінде сан емес, сапа жатқанын ойлай бермейді. Қайтесің? Адамның басына ақыл құю, шелекке су құйғандай оңай шаруа емес.
және дүниенің даңғыл жолына шығып, үлкен өмірді бастау деген жаңа киім кию секілді жеңіл емес, оны кім білмесін. Ол ең алдымен өзің жайлы ойланудан, кім мен не істеп жүрмін деген бір қарағанда аса қарапайым көрінетін сұрақтардан басталса керек. Әйтеуір біздің Омар бұл сұрақтарды өзіне айналасындағылардан бұрын қоя білді. Әрі жалқаулыққа салынып, ертең деген ертегіге ерген жоқ. Жаңалықтың бәріне алдымен ұмтылуға құлшынды. Өзін өзі жетілдіруді, қарапайым спорттан бастауды ойлады. Оның ең қолжетімді түрі үйінің айналасында күнде ертеңгісін жаттығу жасаудан, жүгіруден бастады. Омар стадионды, өзімен бірге серіктес болатын достарды, өйтпейт деген ұстаздарды іздеген жоқ. Балалық шақтың бал күндеріне тәтті нәрселерді қосуды емес, ащы тер араластыруды жөн санады. Әскер қатарына аттанғанда да, азаматтық борышын өтеп қайтқан соң да, бұл өз бетінше шынығу ширығу жұмыстарын жалғастыра білді. Ақыры оның жемістерінде көріп келеді. Жауынгерлік самбо мен бокстан ол бүгін университеттің ғана мақтанышы емес, Қазақстанның да туыстаушысы. Ал Гүлмаржан мен Омардың таныстығы ойламаған жерден болды. Жазғы емтиханның алды болатын. Жалпы бір жағынан көктем мен жаз, сұлулығы мен құдіретіне орай арқаны кеңге салып қыдырып жүретін жайлы мезгіл ғой. Сылқым сері қыз жігіттердің көпшілігі соған орай, тек емтихан жақындағанда ғана сабақ деп тыпырши бастайды. Ыстық күнде әбден қаталап, суатқа бас қойған малдай, мұндай шақтарда бәрі әйтеуір оқу залдарына қарай ағылады. Студентке қашанда бір күн жетіспейді деген ойдан шығарып алған өз мәтелдері бары да белгілі. Әйтеуір, бәрі кітап қағазға шұқшиятын мезгіл. Мұндайда қашан көрсең де оқу залында ине шаншар орын болмайды. Дәл осындай бір күні Гүлмаржан оқу залына ертерек келсе де, бір бос орын жоқ болып, есік жақта дағдарып тұрған. Сонда да болса бұрылып шығып кетпей, біреу орын босатып қалар деген үмітпен жан-жағын жай шолып тұр еді. Міне, керемет, үлкен залдың алыстау, терезе жағындағы үстел басында бір орын босаған тәрізді. Гүлмаржан сабақ оқып жатқан елге бөгет жасамау үшін жайлап басып, әлгі үстелге жақындап келіп еді. Сол арада отырған жігіт те бір сәт кітаптан басын көтеріп, оған сұраулы жүзбен қарап қалды. Қасыңыздағы орын бос па екен? Деді Гүлмаржан күмәнді күйде ақырын сөйлеп. Себебі ол үстел үстінде қалың бір дәптер мен оқулық кітабы жатыр еді. Мен курстасыма орын алып қойып едім. Ол келмей жатыр. Отырам десеңіз, бұл араны бос ұстап отыру енді дұрыс болмас, деді жігіт те жайбарақат үнмен сыбырлай сөйлеп. Рахмет, досыңыз келсе, мен орынды бірден босатып беремін, деді Гүлмаржан жігіттің жылы жауабына риза кейіпте. Менің атым Омар, деді жігіт одан ары да жылы қабақ танытып. Рахмет, ал мен Гүлмаржанмын, деді ол, жаңа орнына жайғаса беріп. Біраздан соң екеуі екі мұхитқа түсіп кеткендей оқулықтарынан бас алмай, бірін-бірі мүлде ұмытқан тәрізді. Гүлмаржанды әдебиет бір әлемге алып кетсе, Омарды алдындағы әртүрлі формулалар құбыла көлбеңдеп, көз көрмейтін көкжиекке жетелеп жөнелгендей. Кітаптан бас алмағандарын бірнеше сағат өтіп кеткенде барып сезген еді олар. Бұл уақытта студенттердің бірталайы кітап қағаздарын жиыстырып, кетіп те қалыпты. Кеште болып қалған көрінеді. Сіз де шаршаған шығарсыз. Шынын айтсам, мен дайындықты аяқтасам да, сізге кедергі келтірмейін деп манадан бері жай ғана отырмын, деді Омар байсалды үнмен. Шыны керек, бұл жағдайдан бейхабар Гүлмаржан абыржып қалды. Солай ма? Бұл қызық болған екен. Сіздер, физиктер, бәрін нақты бағалайтын, есеп-қисаппен өлшеп-пішу жағына мықты шығарсыздар, деп әзілге ойыстырғандай боп салқындау жауап қатты. Ал біздер, гуманитарийлер, көп жағдайда ешбір форматқа сәйкес келе бермейміз. Неге екені белгісіз, Гүлмаржанның Нұрбергенге деген ашу-ызасы ұмытылғандай болғанымен, дәл осы арада ойламаған жерден ішкі жағынан су жыландай сумаңдап басын көтеріп шыға келгенін қара. Иә, ол мұны баяғыдағы колхозшы, бір кездегі сауыншының қызы деп менсенбей, Алматыдағы академиктің қызына айырбастап кетті ғой. Жалпы оның білуінше, жігіттердің бір сөзі шын болса да, екінші сөзі жалған болуы әбден мүмкін. Бәлкем, солай да шығар. Негізі, сіз үлкен әңгіменің шетін бастадыңыз. Жүріңіз, байқауымша, сізге де сәл-пәл тыныққан артық емес. Мен шынын айтсам, сұлу қыздар да ғылым-білімге дәл осылай, сіз тәрізді ерекше мән бере алады деп ойламаппын, деп Омар өз кезегінде шын көңілмен сәл томсырайып қалған қызға күлімсірей қарады.
Мына сөздерге Гүлмаржан бірден не деп жауап беруді білмей тосылыңқырап қалды. Әзіліме, шыныма, әлде өтірік мақтап, бірақ іштей сынап бұған менсінбей қарап отырған тәкаппар өзімшілдігі ме? Осы іркілісті пайдаланып қалғысы келген Омар. Жүріңіз, қарсы болмасаңыз, әңгімені сыртта жалғастырайық, деді қызға қиыла қарап. Едәуір шаршап қалғанын Гүлмаржан да енді сезіп, әрі даусында еш жалғандық жоқтай көрінген мына бейтаныс жігітке бекерден бекер ашуланып, тіпті артықтау кеткенін ұғынып, бұл ұсынысты теріс көрмеді. Осылайша олар кітап қағаздарын жиыстырып, оқу залынан сыртқа шықты. Омар Гүлмаржан ойлағаннан мүлде бөлек, пысық жігіт екен. Әйтеуір кейбіреулер тәрізді аузынан сөзі, қойыннан бөзі түсіп тұрған жоқ. Гүлмаржан, кафеге барып жеңіл тамақтануға қалай қарайсыз? Әрі ыстық кофе ішіп отырып әңгімелесейік, деді ол. Жақсы, мен қарсы емеспін. Әлге, сұлу қыздардың ақылы көп бола бермейді деген әңгімені де мүмкін болса бар жағына шығару керек шығар деп Гүлмаржан күлген болды. Жатақханадан едәуір алыста орналасқан әдемі кафеге барар жолда екеуінің әңгімесі қыза түсті. Есе жібергісі келмеген Гүлмаржан әңгімені тіпті өзі бастап кетті. Қыздарға байланысты қияс ойлайтын кейбір жігіттердің аузынан жаңағыдай сөздерді талай естігенмін. Бір жігіт тіпті қыздармен 20 минуттан соң не жайында сөйлесуді білмейсің. Көбісі сондай ограниченный бойжеткендер деп менменсігені де бар. Сіз де сондай тәкаппар топтан боларсыз, бәлкім, деп жігітке салқындау көз тастады. Жоқ, Омар сәл-пәл сасып қалды. Мүлде олай емес. Сізді ренжіту ойыма келген емес. Жалпы, ғалымдардың есебі бойынша ер азаматтардың миының салмағы әйелдердікінен едәуір көп болады екен. Нақтысы, еркектің миы 310 грамм болса, әйелдерде ол 240 грамм. Бірақ адамдардың ойлау, сезіну қабілеті ми дегеннің салмағына тіпті де байланысты емес көрінеді. Оған да шүкір. Әйтеуір, әйелдің шашы ұзын, ақылы қысқа дегенді нығырламасаңыз болды. Өйтуге ешқандай хақым жоқ. Тарихымыздан батыр қыздарымыз, данагөй аналарымыз аз болмағанын білемін. Мәселен, сүзге Ханша, Әлпешана, Гаухар Батыр, Томирис пен Турандот сынды, тіпті басқа да толып жатқан аруларымызды қазір төрткүл дүние жақсы біледі. Бүгінгі жастар арасында да таланттылар мен талаптылар көп. Иә, ол рас, деді Гүлмаржан бұл жолы жігіттің салмақты сөзін шынайы мақұлдап. Ол тізімді Бопай Ханша, Құтлық бике, Тоқмейіл ана, Домалақ ана, Айбике, Айтаңсық деп, даламыздың асыл аруларының есімімен жалғастыра түсуге әбден болады. Дәл осы сәтте күтпеген оқиға болды. Жай ғана аяңдап, қараңғылау тротуарда, алаңсыз, жайбарақат келе жатқан екеуін жедел басып жеткен үш жігіт қоршап тұра қалды. Давай, выворачивай карманы, деді еңгізердей ұлды белгісіз бұжыр беттілеу бәрі Омарға шүйліге. С какой стати? Деді Омар да сеске сес танытып. Сейчас поймешь. Себя хозяином считаешь, пуп земли что ли? Деп добалдай қолын көтеріп сілтей бергенде, Омар сүсті балтаны қағып түсіргендей жуан білектен сарт еткізіп салып қалды. Мұндай қарсылықты күтпеген болу керек, қолы сылқ етіп жерге түскен бұжыр бет сәл аңтарылып қалды. Десе де, қалғандары қарап тұрмады. Бәрі иығынан итеріп, Омарды бәрі аяғынан теуіп, апыл-ғұпыл үшеуі қосамжарланып, тіпті бастырмалатып барады. Ереже сақтамайтын көше төбелесіне жоқ Омар да әуелде сәл сасып қалғандай. Бірақ есін тез жиып, алдымен тиіскен дәуді оңтайлы приеммен бірден сұлатып түсіргенде, қалған екеуі абдырап, не қашарын, не жерде жатқан досын орнынан көтерерін білмей дағдарды. Осы кезде Омар мына көріністен шошып қалған қыздың иығынан құшақтап, қорықпа. Көшедегі әлсіздеу көрінген жандардан тиын тебен қаққан мынандай бұзақылар жігіттердің санына кермейді деп сенге қалай көшіп кеткенін аңғармастан ilgері алып кетті де, денесінің дірілі әлі басыла қоймаған Гүлмаржанды құшағынан босатпай, қайта қыса түсті. Біраз уақыт екеуі де үндемей, жай басып жүріп келеді. Ауылда ойыны бар, шыны бар, балалармен алыс-жұлыс төбелесіп өскенмен, әскерде жүргенде, әрі университетке оқуға түскенде күрестің сан түрлі тәсілін жетік меңгергендіктен, біз ешқашан біреуге алдымен жұдырық жұмсамаймыз, деді Омар үнсіздікті өзі бұзып. Ал жаңағыдай өздігінен тиіскен бұзақыны амалсыз орнына қоюға тиіс болдым. Сен кешір, өзіңді қорқытып алдым білем. Жоқ, Омар. Бәрі аяқ астынан болған соң аздап абдырап қалдым, деді Гүлмаржан ойлы қалыпта.
Нағыз азамат жүрегін еліне, жанын Құдайға береді, ал намысын ешкімге бермейді деген ғой халқымыз. Негізі, керек жерінде есе қайтара білу керек. Жігіт болсам, жаңағы жерде қараңғылық пердесін жамылған жаңағыдай қорқауға қарсымен де солай істемекпін деді енді өте нық дауыспен. Ал қыз болғаның мен үшін үлкен бақыт. Деп күлімсіреп тоқтай қалып Омар Гүлмаржанға соншалықты бір мейірімен сүйсіне қарады. Орайын тауып ақ кеттің деп Гүлмаржан да тұңғыш рет күліп қалды. Ішінен жігіттер қашан болсын осындай тапқырлық танытып жатады. Және әрдайым осылай желдің өтінде тұрады. Бұл не деген ерекше жаратылыс? Деп ол әрі таңырқай, әрі сүйсініп келеді. Омар деді Гүлмаржан сәлден соң сөзін жалғап. Болашақта меніңше сен ғалым болатын тәріздесің. Солай ма? Бұл маған айтылған жақсы лебіз болды. Ғылым жолына түсу әрине менің арманым. Себебі табиғатта әлі ашылмаған құпия нәрселер аз емес. Физика саласын таңдауымда сондықтан. Ғалым болуды армандамасам да, ілім-білім мәселесі мені де толғандырады. Мен биолог, не дәрігер болмасам да, өзімді таң қалдырған нәрселер аз емес. Мәселен, ананың құрсағында пайда болған тіршілік иесінің мерзімі 4 аптаға қараған сәттен-ақ оның жүрегі соға бастайды екен. Бірақ сол жүректің соғуын еске қосатын күш неде екеніне ғылымда әлі жауап жоқ көрінеді. Және үйректің дауысы жаңғырықпайды дейді. Ал құмырсқалар ешқашан ұйықтамайды екен. Бұлар тылсым емей, ғажайып емей немене. Ол табиғаттың өз шаруасы, өз құпиясы шығар. Адамға оның бәрін білудің, немесе табиғат құпиясына араласудың кейде керегі жоқ та шығар. Таңды қолмен атырып, кешті қолмен батыруға болмайды ғой. Енді Гүлмаржан үнсіз қалды. Шынында бар адам бәрін білуі, ол тіпті қажетті емес шығар, себебі мүмкін де емес қой. Ең бастысы, бұл өмірде адамгершілікті сақтап, адал жүрсе жеткілікті шығар. Бұл тұрғыда өздеріне, жастарға ең жақыны әрі түсініктісі махаббат, сүю, сүйіспеншілік жайттары болар. Біздің заманнан кейінгіге үлгі боп, өнеге боп қалатын қандай махаббат бар деп ойлайсың, Омар? Мәселен, білуімше, Ләйлі мен Мәжнүн махаббатты бізге арабтар арқылы 7-ші ғасырдан жетіпті. Ал Онегин мен Татьяна орыс поэзиясымен Пушкин заманынан келді. Біздің қозы көрпеш пен баян сұлу, ұлы даламыздағы бай мен кедейдің теңсіздігі дәуірінің пақырлары болды. Дәл солардай деп бүгінгі күні кімнің сүйіспеншілігін айта аламыз? Бәлкем, ондағыдай ертегі аңыздардағыдай махаббат бүгін болмайтында шығар. Енді жігіт тосылып, таң тамаша қалды. Қалай сөйлейді мына қыз? Бұл саған физиканың дайын ережелері емес. Сол дайын ереженің өзін оқып біліп меңгеріп жатқандар да соншалықты көп емес қой. Иә, кешегі мен бүгінгі бар бәрінен бөлек. Себебі заман өзгерген сайын адамда өзгереді. Өзгермейтін тылсым, ол махаббат сезімі болар. Бірақ ол да әр пенде өз басынан өзінше кешетін, өз жүрегімен сезетін жеке хал, жекеменшік сезім. Жекеменшік. Иә, бірақ ол адамды жеке меншіктеп алу дегенім емес. Ол, өз сүйіспеншілігін ешкімге, ештеңеге айырбастамайтын, сөзбен жеткізіп болмайтын, тек бір өзіне ғана аян құштарлық дегенім. Бұл әлге эгоизм деген күштеге ұқсайтын қорқыныштылау, жекеменшік сияқты. Жоқ, ол пенденің бәріне тән табиғи, бірақ ортақ қазанға түспейтін, дара дүние, ерекше сезім дегенім ғой. Гүлмаржан дұрыс деп те, бұрыс деп те ештеңе айтпады. Себебі бұл нәрселер жөнінде көпшілікке айтарлықтай кесіп пішкен тәжірибесі жоқ болатын. Осындай алуан тақырыпқа секірген әр түрлі тақырыптағы әңгімелері мен уақыттың талай жерге барып қалғанын да сезбепті. Ұмытқан дүниесі еске түскендей болған Гүлмаржан аяқ астынан. Омар, қайтайық. Шынын айтсам, кафеге енді барғымда келмей қалды. Мен емтиханға әлі де дайындала түсуім керек. Соңғы түйенің жүгі ауыр деп жатады ғой. Соңғы емтиханнан сүрініп кеткенім жарамас деді сыпайы жүзбен. Қажетті әңгімелері айтылмай қалғандай көрінгенмен, Омар да қыздың сөзімен келіспеске шара жоқ еді. Әрине, университетте сен секілді қызыл дипломға бітіріп жату, екінің бірінің ғана қолынан келетін шаруа. Атыңа сыртыңнан қанық едім. Солай ма дегенді айтпай, іштей ғана таңырқап қалды Гүлмаржан. Танысқаныма қатты қуаныштымын. Бұл маған тағдырдың жасаған ерекше сыйы болар. Жақсы, рахмет. Кедергі жасамаймын.
Емтихан тапсырып болған соң тағы келуіме рұқсат ет деді, Гүлмаржанның нәзік қолдарын алып тұрып. Көрерміз. Сау бол деп Гүлмаржан сыпайы қоштасып, жатақханасына қарай тез басып кетіп қалды. Осы көріністер жай оғындай жарқылдап Гүлмаржанның көз алдынан дәл қазір аса бар жылдамдықпен өте шыққанды. Есек қаққан дыбыс қайта естілгенде, манадан үнсіз отырған Гүлмаржанның ойы тағы бөлініп кетті. Қыздар, Гүлмаржан деген бикешті бір жігіт шақырып тұр. Ол өзі бар ма, жоқ па? Бағана бер келіп сұрап кетіп едім. Жігітті әбден зарықтырдыңдар ғой, деді әлгі қыз пысық екен, өзінше еркінсіп. Гүлмаржан жайбасып оның қасына келіп, сен оған айта ғой, мені енді ешқашан іздемесін. Қазір мұнда баяғы Гүлмаржан емес, басқа қыз тұрады деді. Мейлің дегендей, иығын қиқан еткізіп аңтаң болған пысық қыз оның сәлемін жеткізуге бөлмеден шығып кетті.